Так, ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Начнем, иншаллах. Бисмиллахи алхамдулиллахи нахмаду ва настагфируху ва настагфируху ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan абдуху ва расулух. У нас сегодня 15-й урок. Дамаируль мухатаб. Мухатаб деген бізде нені білдіретін еді? Дамаируль мухатаб. Мухатаб деген тот, кому мы обращаемся, я, тот, кому обращаемся. Мухатаб деп аталады, то есть екінші жақтың дамирлері деп бізге отдельно берілген. Анта дамирун лил мухатабил муфрадил музаккар. Не дейді? Анта ол дамир лил мухатаб екінші жаққа арналған, жекеше түрге, мужской родқа арналған дейді. Анта толибун, сен студентсің. Анта муғаллимун, сен мұғалімсің. Анта мучтахидун, я Мухаммад. О Мұхаммад, сен ынталысың дейді. Дәл сол сияқты тек қана женский родқа бізде анти дамирун лил мухатабил муфрадил муаннас. Анти толибатун, анти муаллиматун, анти мучтахидатун, я Фатима. Так, анта, мысалы, толибун, бұл жумля муфидая. Почему? Потому что біреуі бізде мубтада, екіншісі хабар болып тұр, солай ғой. Так, біреу мубтада, екіншісі хабар болып тұр, сондықтан бұл жумля муфида болады. Анта неліктен мубтада? Себебі ол анта дамир, дамирлер исім тобына жатады, сөздер. Исім тобына болғасын, олар махал бар, то есть олар бір сөйлем мүшесі болып табылады, солай ғой. Анта біз айтамыз дамирун мунфасилун деп айтамыз, иә, потому что ол бөлек жазылатын дамир, иә. Мабниюн, олар мабни, барлық дамирлер мабни. Мабниюн алал фатхи, бұл жерде фи махалли роф мубтада болып саналады. Мубтада, толибун, бұл жерде хабар болады. Дәл сол сияқты анти да болады, только мабниюн алал касри болады, иә. Оны білеміз, иншалла. Мабниюн алал касри. Жақсы, ары қарай антум. Антум дамирун лил мухатабил жамғил музаккар. Не дейді? Бізде антум дегеніміз ол дамир лил мухатаб ал жамғил музаккар, то есть дамир екінші жақтың мужской род көпше түрге арналған. Антум туллабун, антум муаллимуна, антум муаллимуна. Делаем ираб. Антум бізде не дейміз? Дамир мунфасил мабниюн аля сукун фи махалли роф. Не дейміз? Мубтада. Муаллимуна. Жамудың қай түріне жатады? Муаллимуна. Жаму музаккар сәлім, солай ғой. Бұл жерде ол хабар марфуун ва аламату рофхихи алвау ниябатан ани доммати. Неге? Лианнаху жаму музаккар сәлім деп айтылады. Бұл түсінікті ма? То есть муаллимуна бұл жерде жаму музаккар сәлім, ал жаму музаккар сәлім иғробы харакатқа емес, харфқа септеледі. Олар харакатқа емес, харфқа септеледі. Сондықтан муаллимуна бұл жерде хабар марфуғын аламат рофхи алвау ниябатан ани доммати, асылғы даманың орнына лианнаху жаму музаккар сәлім деп айтылады. Так, ары қарай кеттік. Антум не дейді? Туллабун, антум муаллимуна, антум мучтахидуна, я туллаб аль-махали. То есть бұл жерде мунаданы байқап тұрмыз да, я деген харфу нида, бірақ мунада бұл жерде екі сөзден тұрады. Байқасақ, біздер мунаданы тек қана бір сөзден тұратынын көріп жүрміз ғой. Я муаллим, я туллаб, я устаз, я шейх, мысалы, ал бұл жерде екі сөзден тұрады. Екі сөзден тұратын мунадаларды біздер иншалла екінші томда аласыңдар, сөздері. Екінші томда мунаданың кейбір түрлері болады. Мунаданың кейбір түрлері сол екінші, үшінші томнан толық оқылады, иншалла. Сондықтан бұл жерде я туллаб аль-махади, бұл жерде о студенты института. Конструкциясы жағынан неге ұқсайды? Екі сөз. Конструкциясы жағынан олар идофа. Солай ғой, конструкциясы жағынан олар идофа. Мунаданың да мудоф түрі болады, сөздері. Мунада мудоф түрі болады. Мунада мудоф. Ал мунада мудоф түрі ол сразу мансуб. Ол сразу мансуб, сөздер. Сондықтан да бұл жерде туллаба немен тұр? Фатхамен тұр екен, түсінікті ма? Потому что мунада мудоф бізде мансуб.
мынадан мудоф түрі болады, ол идофадан құралады. Мына жерде идофа. И ол насып септігінде. Түсінікті ма? Сондықтан бұл жерде я туллаба деп фатхамен айтып тұр. Так, бұл мысалды бізге берген жалпы, бірақ бұлардың тақырыптары әрине олар өткен жоқсыңдар әлі. Жалпы мынадан еуроптарын өткен жоқсыңдар, оларды иншалла екінші тобынан бастап өтеді. Антунна дамирун лил мухатабил жамиғил муаннас. Антунна талибатун. Антунна муаллиматун. Антунна мужтахидатун я талибатил махад. Не дейді? Антунна ол дәл антум сияқты, бірақ женский родқа арналған көпше түрге екінші жақтың дамиры, екінші жақтың дамиры антунна талибатун. Мысалы, антунна қалай болады еғробы? Антунна дамирун мунфасилун мабниюн алал фатхи. Фатхаға бүтіп тұр. Фи махалли роф مبتدأ طالبات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Еғробы осылай. Бұл түсінікті, ары қарай кеттік. Енді бұл жерде жаңағы мысал бойынша бізде антуннат мучтахидатун я талибатил махади деп айтып тұр ғой. Неліктен бұл жерде сестры, тоже мынада мудоф түрі. О студентский института деген мынада мудоф түрі. Жаңа айтқанымыздай мынада мудоф ол қандай падежде тұрады? Ол мансуп, насып септігінде сразу фатхамен жүру керектігін, то есть насып септігінде. Бірақ мына сөзіміз біздің талибат сөзі қандай сөз конструкциясы жағынан өзі, құрылысы жағынан? Жаму муаннас салим, жаму муаннас салим. Ал жаму муаннас салим біз айтқанымыздай ол роф септігінде даммамен, жар септігінде кәсірамен, және насып септігінде тағы да кәсірамен жүреді. Түсінікті ма? Насып септігінде де кәсірамен. Сондықтан талибати бұл жерде насып септігінде тұр, бірақ уаламату насбихи аль-кәсра болады. Ниябатан анил фатха лианнаху жаму муаннас салим. То есть жаму муаннас салим себебінен бұл жерде ол фатханы қабылдай алмай тұр, бірақ насып септігін өзін қабылдайды, сөздер падежді қабылдайды. Тек оның алямасын, признагын қабылдай алмайды. Түсінікті ма? Оның белгісін қабылдай алмайды. Сондықтан да бұл жерде мынада тоже мансуп, мынада мудофтары бізге берілген. Түсінікті ма? Түсінікті. Ары қарай кеттік, жаңа айтқанымыздай мынаданы екінші томда бастап оқиды. Кафул мухатаб ка дейді, оны білеміз. Кайфа халука, байтука жамилун, ахада аммука я ахи. Бұлардың еуробы болды ғыры, сестры. Кафул мухатаб ки деп айтылады кәсірамен, значит, лил муфрадил муаннас. Жекеше түрге женский родқа, кайфа халуки, байтуки жамилун, ахада аммуки я ахи, ухти дейді. Ой, ахада аммуки я ухти дейді. Кафул мухатаб кум ле жамал музаккар. Неге антум мен кумның разницасы қандай? Антум мен кумның разницасы, антум деген ол дамир мунфасил болатын болса, сендер дегенді білдіреді. Кум деген сендердің деген мағынаны білдіреді. Сендерді, сендердің деген сияқты мағынаны береді, сестры. Сондықтан кум бұл жерде дамир муттасил болып саналады. Кайфа халукум, байтукум жамилун деп айтылады. Түсінікті ма? Байтукум жамилун деп айтылады. Мына жерде байтукум жамилун дегенді нетсек, еғроптасақ, байту бізде муптада, вахуа мудоф, сестры, сразу қысқаша айтып кетем. Муптада марфуун, аламат рофия домма, вахуа мудоф. Вахуа мудоф. Кум бұл жерде дамир муттасил болады, мабниюн аля сукун фи махалли жар, не болады? Мудофун илейхи. Мудофун илейхи. Дамирлер исім сөзбен қосылғанда идофаны құрайды. Дамирлер исім сөзбен қосылғанда идофаны құрайды. Сондықтан бұл жерде кум уже дамир муттасил сөзді, соны байқаймыз. Мысалы, байту антум деп айтылмайды. Байту антум жамилун деп айтылмайды. Антум тек қана раздельно тұру керек. Антум. Түсінікті ма? Ол сендер дегенді ғана білдіреді. Ал кум уже сендердің деген мағынаны, сендерді деген мағынаны ертең өтесіне иншалла. Ал бұл жерде сендердің мағынасын беріп тұр, сендердің үйлерің жаңағы әдемі. Ахаза аммукум я ихвану. Лил жамғыл музаккар. Сондықтан братья деп тұр да. Братья это ваш дядя деп тұр да.
Ахаза аммукум деп айтылады. Кафул мухатаб кунна. Екінші жақтың тоже көпше түріне, бірақ бұл женский родқа және дамир муттасил тоже бұл. Сендердің деген мағынаны білдіреді женский родта. Кайфа халу кунна, байту кунна джамилун деп айтылады. Ахаза амму кунна я ахавату. Сондықтан біздер көпше түрде көп сестраларға айтып жатсақ, мысалы, онда біз айтамыз не деп? Кунна деп айтамыз, түсінікті ма? Кунна. Жақсы. Ары қарай, ка, ки, кум, кунна дегендер тусамма дамаир муттасила дейді. Олар дамир муттасил деп аталады. Лианнаха туктабу муттасилатан бил калима. Дейді, потому что олар дейді, мына дамирлер туктабу деген жазылады дейді. Жазылады муттасила. Соединяясь дейді, соединяясь со словом дейді, сөзбен қосылып жазылады дейді. Валя туктабу, валя тунтаку вахтаха фи ауалил калям дейді. Және бұл дамирлер, мына ка, ки, кум, кунна деген дамирлер жазылмайды дейді. Валя туктабу, валя тунтаку. Және айтылмайды дейді. Не произносится дейді. Өздері вахтаха сами по себе, да, они сами не приходят в начале речи, то есть сөйлемнің басында олар келмейді дейді. Мысалы, тек қана сөзге қосылып жүреді. Сондықтан ка деп басталмайды, кум деп басталмайды, кунна деп олар басталмайды, түсінікті ма? Олар бөлек жазылмайды және сөйлемнің басында келмейді дейді. Олар тек қана сөзбен қосылып келеді. Айна байтука, айна байтуки, айна байтукум, айна байтукунна деген сияқты дейді. Түсінікті ма? Ары қарай жадуалун лиддамаирил муттасила бил фи'л. Так, фи'лге қосылатын дамирлер бізге айтылып кеткен. Дамирлер фи'лге қосылатын қандай? Олар міне тәул фағил деп аталады, міне ту деген жаңағы лил мутакалим бірінші жақта, тә деген екінші жақта, захабна деген нәл фағилина деп аталады. Тум бұл негізі ту дамир болып саналады. Мим аламатул жамғу деп айтқан едік, жамғуның белгісі деп. Сосын мына жерде ана захабту, тәул фағил, анти захабти, тәул фағил тағы да, нахну захабна көпше түрде. Сосын тунна, бұл жерде тоже ішінде не? Ту ғана фағил болып есептеледі. Нунул мушаддада, шаддаланған нун, бұл жерде аламатул жамғул муаннас, то есть женский родтың көпше түрінің белгісін береді. Енді жадуалун лиддамаиру мунфасила. Бұлар муттасила бил фи'л болды ғой, фи'лге қосылатын дамир муттасилдер дедік. Енді дамир мунфасилдер келген. Ана міне нахну, анта, анти, антум, антунна, хуа, хия, хунна. Үшінші жақта әл-ғаиб сөздер. Ад-дамаирул мунфасила туктабу ва тунтаку фи ауалил калам. Дейді, дамир мунфасилдер олар айтылады да, жазылады да, айтылады да в начале речи дейді, түсінікті ма? Жақсы, ары қарай. Қобля ва бағда бізге берілген. Қобля до дегенді білдіреді. До, дейін. Бағда кейін. После дегенді білдіреді. После. Кейін, дейін. Так, дейін, кейін. Қобля дейін, бағда кейін. Қобля ва бағда зорфани лиззаман ва лисму лази бағдахума мудофун илейхи дейді. Не дейді? Қобля ва бағда екеуі зорфтар дейді, сөзтірі. Екеуі зорфтар. Зорф, кәдімгі асылғы зорфтардан олар, қобля ва бағда асылғы зорфтардан олар жаңа фатхамен келіп тұр, фатхамен келіп тұр аяғында, және өзінен кейін мудофун илейхи талап етеді. Өзінен кейін мудофун илейхи деген нуждат етіледі. Және бағда зорфани ли заман. То есть зорф заман дейді, себебі мысалы сабақтан кейін жаңағы не дейді тағы да. Сол сияқты уақытпен байланысты нәрсе болғасын, сабақтан кейін, сабаққа дейін деген сияқты нәрсе уақытпен байланысты болғасын, қашан деген сияқты мағынаны береді. Сондықтан олар зорф заман деп аталады. Зорф заман деп аталады. Ал егер бұл қобля бағда мысалы орынмен байланысты мағынаны берсе, орынмен байланысты берсе, мысалы сенің үйіңнен кейін менің үйім деген сияқты болатын болса, ол же мекенмен байланысты, сенің үйіңнен кейін менің үйім дейтін болсақ, ондай ол мекенмен байланысты. Сондықтан ол ондай мағына болатын болса, онда зорф макан деп аталады, түсінікті ма? Қандай мағына береді, сондай болып кетеді. Сөйлемге уже қараймыз, және өзіміздің қолданысымызға қараймыз. Зорф заман қыламыз ба, зорф макан қыламыз ба? Былай да болуы мүмкін, былай да болуы мүмкін, мағынасына қарай. Түсінікті ма?
والاسم الذي بعدهما مضاف إليه. Олардан екеуінен кейінгі исім мудофун илейхи дейді. То есть олар қобля өзі жүрмейді, бағда өзі жүрмейді. Кейін, неден кейін, неге дейін, мысалы, непонятно, мысалы. Сондықтан ол жерде мудофун илейхи керек та, өздерінен кейін. Түсінікті ма? Түсінікті. Так. Сафара әби қобля усбуғин. Не дейді? Менің әкем сафара деген, сафар деген мағына ғой. Жол жүрді. Қобля усбуғ. Усбуғ деген апта дегенді білдіреді. Сонда бір апта бұрын. Қобля усбуғ. Дейін ғой енді мынау, дейін. То есть біздің тілімізге дұрыс аударғанда бір апта бұрын жол жүрді деген мағынаны береді. Түсінікті ма? Харачту бағдат дәрси. Мен сабақтан кейін шықтым дейді. Захабту илал масджиди қоблал азани. Мен мешітке азанға дейін бардым дейді, мына жерде. Мысалы, немесе азаннан бұрын бардым дегенді білдіреді. Усафиру бағда шахрин. Енді бұл жерде біздер обычно қолданымызда бізде фиғыл мадин, обычно қолданымызда біздің фиғыл мадин. Фиғыл мадин деген ол өткен шақтың етістігі, сондықтан кейін дегенді білдіретін, бір айдан кейін, бір жылдан кейін деп айтатын болсақ, ол болашақ, сондықтан бұл жерде усафиру деген фиғыл уже осы шақтың фиғылы кеткен. Түсінікті ма? Осы шақтың фиғылы кеткен, то есть глагол настоящее время мудорих деп аталады, мудорих. Фиғыл мадин болады, фиғыл мудорих болады. Мудорихтар тоже екінші томда өтеді иншалла. Бұл жерде енді кейін деген жаңағы нені пайдаланғасын, зорфты пайдаланғасын, ол жерде уже вынуждені не істеген фиғыл мудорихты пайдаланған мағынасы бойынша, потому что фиғыл мадинмен біз кейін деп айта алмаймыз ғой. Бір айдан кейін мен жол жүремін дейді мына жерде. Усафиру бағда шахрин, мен бір айдан кейін жол жүремін дейді. Түсінікті ма? Усафиру бағда шахрин. Шахр деген ай дегенді білдіреді. قبل أسبوع قبل ظرف زمان أسبوع مضاف إليه بعد الدرس بعد ظرف زمان الدرس مضاف إليه قبل أسبوع болмайды дейді, بعد الدرس болмайды дейді. Жоқ. Бұл مضاف إليه келген жағдайда бізде обязательно немен жүреді? Фатхамен жүреді екен. Түсінікті ма? Сондықтан мысалы харачту бағда дәрси деген сөйлемді иғрабын алатын болсақ, бағда дегеніміз қобля екеуі бірдей иғраб, бағда дегеніміз зорф заман мансубун, обычно асылғы зорфтардан, ва алямату насбихи аль-фатхату ва хуа мудоф болады. Ва хуа мудоф, және ад-дарси бізде обязательно мудофун илейхи мажрурун ва алямату жарихи аль-касра. Түсінікті ма? Обычный қосымша жаңағы сөйлем мүшелері зорф. Түсінікті ма? Зорф деген жалпы не? Ол зорф бір мекенде немесе бір заманмен байланысты нәрсе ғой, істің жасалуы, мысалы мен шықтым, мысалы шығу менің іс-әрекетім сабақтан кейін болды, мысалы, немесе мен бардым мешітке азанға дейін деген сияқты. Іс-әрекеттің жасалуы, уақытпен байланысты немесе мекенмен байланысты болғаны. Түсінікті ма? Зорфтардың жалпы мағынасы сөздері. Так, әрі қарай иншаллахтағы біздермен әд-дәрсәни екі сабақты безге берген алып кетеміз иншалла бүгін. Әс-сәдисе ашыра ва сәби ашыра 16 және 17 сабақтар бізге бірге берілген. Әл-мубтада вәл хабар, сондықтан оны аттап тездетіп кетеміз иншалла. Бұл мубтада хабар, оны альхамдулилля білеміз, мубтада әл-мубтада исмун яқау фи ауалил джумля дейді. Жалпы не дейді? Әл-мубтада ол исім және ол джумляның, то есть сөйлемнің алдында тұрады дейді, сөйлемнің басында. Аль-хабар исмун яқау бa'да аль-мубтада ва тахсулу бихил фаида дейді. Не дейді? Хабар дегеніміз ол исім, который стоит после мубтады, асылы айтып тұр ғой енді асылын. Және онымен пайдаға жетеді дейді, онымен пайдаға жетіледі дейді, то есть достигается им польза дейді. То есть хабар бізге аяқтайды, ойды аяқтайды, ойды тамамдайды, солай ғой. Сондықтан бұл жерде міне берілген, әл-мубтада хабар екі колонкаға берілген, әза толибун, әл-бабу мафтухун деген сияқты, бұл простые предложения нам даны. Бұл жерде ең басты мәселе, бұл жерде әл-ишарату иля джамғи ғойрил ақыл еді біздің тақырыбымыз. Ғойрил ақыл, сосын джамғи ғойрил ақыл. Өткен сабақтарда бізде әл-ишарату иля джамғи ақылды өткен едік. Мысалы, ха-улаи немесе улаика деген сөздер
хаула, хаулаи немесе улаика. Улаика біздерде ол не еді? Тек қана лил ақыл еді. Тек қана лил ақыл еді. Мысалы, көпше түрдің хаулаи жақын жердегі, улаика алыстағы айтатынбыз. Солай ғой. Мысалы, хаулаи тулабун, улаика тулабун, мысалы, хаулаи толибатун, улаика толибатун деген сияқты тек қана лил ақыл қолданған едік. Енді көпше түрдегі ғойрул ақыл сөздерге қандай исім ишара қолданады деген тақырып. Ал-ишарату иля джамғи ғойрул ақыл деген тақырып бізде сондай. Ал-джамғи ғойрул ақыл лил қариб, жақын жердегі көпше түрдегі ақылсыздарға сестры хазихи делінеді. То есть, ал алыстағы тилька делінеді. Түсінікті ма? То есть, не дейді бұл жерде? Бұл жерден түсінетініміз, сестры, джамғи ғойрул ақыл бар ғой? Джамғи ғойрул ақыл, ақылсыздардың көпше түрі, олардың хукмы как муфрат муаннас. Как муфрат муаннас. Муфрат муаннасқа қалай қолданамыз? Солай муфрат муаннас. Муфрат муаннас. Муфрат муаннасқа қалай қолданамыз? Қалай айтамыз? Дәл соның исим ишарасын, соның құрастыруын жалпы сөйлемнің, дәл солай ғойрул ақылдың көпше түріне айтылады. Көпше түрдегі ғойрул ақылдерге айтылады. Мысалы, кутубун деп тұр мына жерде. Кутуб деген кітаптар дегенді білдіреді. Оған уже хаза деп айта алмаймыз. Неге? Хаза кутубун деп айта аламыз ба? Жоқ. Неге? Потому что хаза лил муфрат еді. Лил муфрат. То есть жекеше түрде ғана еді. Ал кутуб уже оған мыналар деп айтуымыз керек қой, кітаптар деген сияқты. Сондықтан хаза мынау деп айтылмайды, былай айтқанда, тек қана лил муфрат қолданылатын исім ишара кітаптар деген сөзге уже кетпейді. Түсінікті ма? Сондықтан да муфрат муаннас сияқты қарастырып тұрмыз ғой. Муфрат муаннас дегеніміз ол же хазихи немесе тилька. Муфрат муаннасқа хазихи дейміз ғой. Мысалы, хазихи бинтун, хазихи толибатун айттық қой. Дәл сол сияқты исім ишаралар джамғи ғойрул ақылға қолданыста. Хазихи кутубун. Мынау кітаптар дегенді білдіреді. Хазихи буютун, байтун, буютун. Хазихи буютун. Мыналар үйлер деген сөздерге хазихи кетеді. Түсінікті ма? Хазихил абуабу мафтухатун. Байқасақ, мафтухун деп айтпаймыз. Мафтухун деп айтпаймыз. Неге? Потому что жаңағы айтқандай, джамғи ғойрул ақылдың хукмы муфрат муаннас сияқты. Муфрат муаннасқа біз тамарбута қосамыз ғой аяғына, жадидатун, қодиматун, максуратун деген сияқты тамарбута қосамыз. Дәл сол сияқты біздер джамғи ғойрул ақыл сөздерге тоже тамарбута қосып айтылады. Түсінікті ма? Мына есіктер ашық дегенді айтуымыз үшін хазихил абуабу, бабун, абуабун көпше түр. Хазихил абуабу мафтухатун деп айтылады. Түсінікті ма? Мысалы, мына есіктер сынық деп айтасам, мен хазихил абуабу не деймін? Максуратун деп айтам. Түсінікті ма? Максуратун деп айтам. Түсінікті ма? Мысалы, әл-буюту үйлер деген сөз, олар жаңа деп айтқым келсе, үйлер жаңа деп айтқым келсе, көпше түрді айтып тұрмын, жаңа деген сөзді мен жадидун деп айтпаймын, жадидатун деп айтамын. Түсінікті ма? Потому что араб тілінің ережесі бойынша, грамматиканың ережесі бойынша джамғи ғойрул ақылдың хукмы муфрат муаннас сияқты ережесі муфрат муаннас сияқты жүреді. Сондықтан әл-буюту дедім ба, көпше түрде оған жадидатун деп тамарбутаны қосып айтам екен. Түсінікті ма? Осындай жағдай бар. Енді жақсы жері, бұл жаңа нәрсе жоқ, тек қана есте сақтау керек. Джамғи ғойрул ақылдың сөздеріне, көпше түрдегі ақылсыздардың сөздеріне, оларының жаңа тамарбута қосып айтамыз, және хазихи тилька деген исім ишаралар қолданады. Хазихи деген лил қариб, жақын жердегі, ал тилька алыс жердегілерге. Түсінікті ма? Сондықтан да хазихи кутубун, мынау кітаптар деп тұрды.
хазихи буютун, мынау үйлер деп тұр. Хазихил абуабу мафтухатун, мына үйлер мына есіктер ашық деп тұр, иә. Хазихид дурусу сахлатун, мына сабақтар сахлатун, жеңіл дейді, иә. Сахлун демейді. Неге сахлун демейді? Сахлун дейтін болсақ, ад-дарс деп айтуымыз керек. Сонда хазат дарсу сахлун болады да, жекеше түрде. Ал көпше түрде мына сабақтар деп айтқымыз келсе, біз хазихид дурусу дейміз, сахлатун дейміз. Түсінікті ма? Тағы да тамарбутаны қосып айтамыз. Егер бізде ад-дурус болатын болса. Дәл сол сияқты тилка алыстағыға лил баид дейді. Әл-джаму ғойрул ақл лил баид тилка. Анау кітаптар. Кітаптарға көрсеткіміз келсе, айтқымыз келсе, тилка деп айтамыз уже алыста. Түсінікті ма? Тилка кутубун, тилка буютун, тилка науафизу муғлақатун. Не дейді? Ана терезелер жабық дейді. Түсінікті ма? Муғлақатун. Көрдік па тамарбутта? Тилка таирату кабиратун дейді. Не дейді? Ана самолеттар дейді. Үлкен дейді. Кабирун деп айтпайды. Кабиратун деп айтамыз. Түсінікті ма? Соны ескереміз, сөстірім. Так, әрі қарай не дейді? Хазихи кутубун айтылады, хаза кутубун айтылмайды. Мана айтқанымыздай себебі хаза тек қана лил муфрат еді, иә. Кутубунға хазихи делінеді. Хаулаи кутубун тағы да айтылмайды дейді. Неге? Хаулаи тоже исм ишара. Неге айтылмайды? Ол хаулаи только лил ақил еді. Түсінікті ма? Только лил ақил. Ақылдыларға ғана қолданылады. Сондықтан хаулай бұл жерде кутубунға тағы да келмейді екен айтуған. Тилка кутубун, анау кітаптар деп айтамыз дейді. Зәлика кутубун айтпаймыз дейді. Неге? Себебі зәлика лил муфрат, жекеше түрде. Сал зәлика китабун десек айтамыз. Улаика кутубун жоқ дейді. Неге? Улаика лил ақил. Тек қана лил ақил сөздер алыстағыларға. Сондықтан кутубун дегенге улаика тоже келмейді екен. Түсінікті ма? Так, әрі қарай. Хазихил абуабу мафтухатун. Хазихи мубтада, біз білеміз, исм ишара, мабниюн аля касри, фи махалли роф мубтада. Ал абуабу бадал мафтухатун хабар. То есть, иғробында ешқандай ерекшелік жоқ. Кәдімгі сөздер сияқты. Тилка науафизу муғлақатун. Тилка жалпы мубтада, бірақ біз білеміз қалай жасаймыз иғробын. Ол исм ишара деп атаймыз, е. Мабниюн аля фатхи, фи махалли роф мубтада. Ан-науафизу бізде бәділ. Исм ишарадан кейін әл артиклмен сөз келсе, не болады бізде? Исм ишарадан кейін әл артиклмен сөз келсе, бізде ол бәділ болады. Сондықтан бұл жерде ан-науафизу бәділ дейтіне. Марфуун ва аламату рохия домма. Муғлақатун хабар. Түсінікті ма? Ешқандай ерекшелік жоқ иғробында. Иғробы кәдімгідей. Жаму бағдыл калимат дейді. Кейбір сөздердің жамғысы көпше түрі дейді. Бабун, абуабун, уже ғойрул ақылдың сөздері көп берілген. Бабун, абуабун, есік-есіктер, байтун, буютун, үй-үйлер, наджимун, нуджумун, жұлдыз-жұлдыздар, қоламун, ақламун, қалам-қаламдар, химарун, асел, есік, хамирун, ва хумрун. Кейбір сөздердің бірнеше жамғысы болады. Кейбір сөздердің бірнеше жамғысы болады. Бірнеше вариант болады. Сарирун, сурурун. Нахрун, сарирун, сурурун, кровать, кровати. Нахрун, река, анхарун, реки, өзендер. Сайяратун, сайяратун. Жаму муаннас салим құралады екен, көпше түрде. Машина. Кальбун, килабун. Иттер. Таиратун, таиратун. Самолет, самолеттар. Дарсун, дурусун. Сабақ, сабақтар. Бахрун, море. Теңіз, бихарун, немесе бухурун дейді. Китабун, кутубун, кітаптар. Қомисун, құмсонун, немесе аққомисатун. Рубашкалар. Дарроджатун, дарроджатун, велосипед. Хақлун, хуқулун, поле, поля. Джабалун, джибалун, таулар. Бинтун, банатун. Бұл жерде енді ақыл кетіп қалған, мысалы ретінде. Жақсы. Осымен иншалла бізде бүгін 3 сабақ целый алынды. Сұрақтарыңыз болса иншалла сұрайсыздар. Келесі сабақта кездескенше баракаллаху фикунна.
وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.